Сәлеметсіздер ме достар, бүгін декретке миллион мен деген тақырыпты қарастырамыз, және де бұл миллион сома қалай есептеледі, қандай формула арқылы анықталады екенін қарастырайық. Ең бастысы, егер әйел декретке шығам деген жоспары болса, алдын ала жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, барлық табыстарын онлайн касса арқылы ұрып, дәлелдеу тиіс. Және ай-ай осы кәсіпкер ретінде төлемдерді жүргізуге тиіс. Бүгінгі кестеде жеке кәсіпкер тіркеліп, және де арнайы салық режимінде оңайтылған декларация негізінде тіркелді деп есептейік. Яғни упрощенка негізінде жеке кәсіпкер болып тіркелді деп есептейміз. Бұл жағдайда ай сайын табысты фискалды чекке ұру керек, және де екіншісі айма-ай төлемдерді жүргізу керек. Бұл қандай төлемдер? Мына кестеде көрсетілген. Міндетті зейнетақы жарнасы немесе орыс тілінде ОПВ. Барлықтарына түсінікті болу үшін орыс тілінде қалдырдым. Яғни, міндетті зейнетақы жарнасы қазіргі уақытта төменгі жалақы мөлшерінен 70 мыңнан есептелуге мүмкіндік берілген 1 шілдеге дейін. Не себепті екен, одан әрі айтып кетемін. Яғни, 70 мың теңге төменгі жалақы мөлшерінен зейнетақы жарнасы 10%-ді құрайды. Яғни, 70 мыңды 10%-ға көбейткен жағдайда 7 мың теңге шығады. Екінші төлем бұл міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарнасы. Бұл төлемді тұрақты түрде 4900 теңге төлеу керек. Қалай анықталады? Минимал жалақы мөлшерін тұрақты коэффициент 1,4-ке көбейту керек, және 5%-ға көбейту арқылы 4900 деген сан шығады. Келесі көрсеткіш бұл әлеуметтік аударымдар, немесе орыс тілінен социальное отчисление. Осы көрсеткіш негізінде декретный, яғни дарадовой анықталады. Яғни, сіз жоғары мөлшердегі дарадовойды алу үшін әлеуметтік аударымдарды ең жоғарғы шегінен есептеу керексіздер. Әлеуметтік аударымдардың ең жоғарғы шегі, яғни есептелуге мүмкін сомасы бұл 7 минималды жалақы мөлшері. Яғни 7-ні көбейтесіз 70 мың теңгеге. 7 минимал жалақы мөлшері 490 мың теңгені құрайды. 3,5% әлеуметтік аударым, сонда 490 мыңды 3,5%-ға көбеткенде 17.150 теңге болып есептеледі. Келесі төлемдері бұл жеке табыс салығы ИПН және соцналог әлеуметтік салық. Жеке табыс салығы 1,5%, әлеуметтік салық 1,5%. Табыстан есептелу керек. Яғни, табыс кем дегенде 490 мың болады. Одан да жоғары болуы мүмкін. Біз тек қана ең аз мөлшерінде көрсетуге болатынын қарастырдық. Ең төменгісі, яғни әлеуметтік аударымдарды 490-нан есептесеңіз, мынанды, яғни жеке табыс салығы мен әлеуметтік салықты да 490-нан есептеу керек. Бұл ең төменгі шегі. Бұдан жоғарыда көрсетуге болады, 500 мың, 600 мың дегенде сияқты. Бірақ біз ең азайтып көрсетіп жатырмыз, сондықтан 490 мыңды 1,5%-ға көбейткен кезде 490 көбейтеміз 1,5%-ға болады 7350 теңге. Әлеуметтік салық әрқашанда әлеуметтік аударымдарды шегеріліп төленеді. Сондықтан есептеген жағдайда 490 мыңды көбейтеміз 1,5%-ға, және де әлеуметтік аударымдарды шегереміз. Әлеуметтік аударымдар 17150 теңгені құрайды. Бұл жағдайда әлеуметтік салық минус 9800 теңге болып есептелді. Яғни, минус деген жағдайымыз әлеуметтік аударымдар әлеуметтік салық есебінен артығымен болды деген сөз. Яғни, минусқа кетіп қалса әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдарды шегергенде, онда әлеуметтік салық 0-ге тең болады. Яғни, әлеуметтік салықты бұл жағдайда төлемейміз. Сонымен бір айдың аралығында ай сайын жеке кәсіпкер ретінде, жеке кәсіпкер әйел жүктілікті болжап жатқан, яғни
келесі төлемдерді жүргізу керек және жалпы сомасы 36.400 теңгені құрайды. Егер бұл 36.400 теңгені 6 ай қатарынан төлесе, 218.400 теңге болады. Егер 12 ай қатарынан төлесе, 436.800 теңге болып табылады. Енді дарадавойға көшейік. Егер дарадавой бір ай деп жазылғанымыз, егер сіз төлемді жеке кәсіпкер ретінде бір ай төлесеңіз, онда сіздің табысыңыз бұл жағдайда 490 мың деп анықталады. Себебі міне 490 мың теңгеден сіз салық төледіңіз және әлеуметтік аударымдарды жүргіздіңіз. Бірақ 490 мың бірақ қана айды төлесеңіз, бұл сома 12 айға бөлінеді. Себебі бір жылдың ішінде орташа айлық табыс анықталады. Яғни 490 мың жылдық табыс болып есептеледі, ал 12 айға бөлгенде 12 айда 40.833 теңгені құрайды және коэффициент 4,2-ге көбейту тиіс. Сонда есептелген дарадавой 171.500 теңге болып есептеледі, анықталады. Одан кейін міндетті зейнетақы жарнасы 10% ұсталынады, яғни мына сомадан 10% 17.150 теңгені құрайды, ал әйелге дарадавой төленген кезде 154.350 теңге төленеді. Егер жеке кәсіпкер әйел тек қана 2 ай қатарынан төлесе 36.400 теңгеден, онда бұл әйелдің табысы 490 мыңды көбейтеміз 2-ге 2 ай табыс тапты деген болып есептеледі. Және ол табысты 12 айға бөледі, себебі 12 ай аралығындағы орташа айлық табыс анықталады және 4,2 деген коэффициентке көбейтеді. Бұл жағдайда тапқан табысы 343 мың болып есептеледі. Зейнетақы жарнасы 34.300 теңге зейнетақы қорына аударылады және төленген жағдайда дарадавой әйелге 308.700 теңге төлейді. Дәл солай 3 айда есептеледі. Яғни бұл жерде тағы бір бұлай есебін көрсетейін. 490 мың теңгеден 3 ай қатарынан 36 мың, яғни 3 ай қатарынан жеке кәсіпкер ретінде 36.400 теңгені төлесеңіз, онда табысыңыз 490 мыңнан төленгендіктен 3-ке көбейтіледі. Бұл жылдық табыс болып есептеледі және 12 айға бөлінеді. Сонда айына табысыңыз 122.500 болып есептеледі және 4,2 дегеніміз бұл бір баладан 3 балаға дейінгі көрсетілетін коэффициент. Яғни егер жүктілік жақсы өтіп, босанған кезде ешқандай қиыншылық болмаса, яғни күрделі, яғни ауыр босану болмаса, онда коэффициент 4,2-ге тең болады. Есептелген сома 514.500 болып анықталады. 514.500 теңге. Зейнетақы жарнасы 51.450 теңге, ал қолға тиісті, яғни әйел алатын сома 463.050 теңге. Дәл солай әр ай дәл солай есептелінеді. Мына жағдайда 490-4-ке көбейтіп 12-ге бөліп 4,2-ге көбейттік. Зейнетақы жарнасын ұстап қалғанда мына сома қолға тиісті болып табылады. Дәл сонда 5 ай есептеледі. 490 көбейтеміз 5-ге бөлеміз 12-ге көбейтеміз 4,2-ге. 10% ұсталынады, мынау төленетін сома. Егер сіз 6 ай қатарынан 36.400 теңгеден төлесеңіз, яғни жалпылама 6 айда жеке кәсіпкер ретінде мемлекетке 218.400 теңгені төлейсіз. Және дарадавой алған кезде сіздің табысыңыз 490 мыңды көбейтеміз 6-ға. Жалпы табысыңыз 490 мың көбейту 6. Бұл жағдайда табысыңыз 2.940.000 болып есептеледі. Бірақ бұл табысты біз 12 айға бөлеміз және коэффициент 4,2-ге көбейтеміз. Сонда есептелген дарадавой 1.029.000, зейнетақы жарнасы 10% ұсталынып, зейнетақы қорына аударылады және әйелдерге тиісті 926.100 теңге төленеді.
Яғни осы 6 ай жағдайын қарастыратын болса, сонда салатын аймай төлем жеке кәсіпкер ретінде төлегені, яғни шығыны 218.400 теңге, ал былай жалпылама айтатын болсақ, түскен табысы 926.000 болады. Тазамен сонда 926-ны шегереміз төлеген ақшасына, сонда 707.700 теңге таза табыс деп те айтсақ болады. Енді жалпылама бұл барлығы балаға жұмсалады, яғни ел үшін өте қажетті қаражат болып табылады, және ешқандай ұтылмайсыздар. Егер жеке кәсіпкер ретінде төлемдерді 12 ай қатарынан жүргізіп отырсаңыздар, яғни дарадавойға шығар алдын ала болжам ретінде білсеңіз жүкті болатыныңызды, онда 12 ай бұрын әрекет жасап, кәсіпкер ретінде тіркелсеңіз, бірақ қазіргі жағдайда бұл егер осы көрсеткіштермен есептейтін болсақ, онда 436.800 теңге болып есептеледі төлейтін сомаларыңыз мемлекетке, ал мемлекет тарапынан берілетіні есептелген кезде дарадавой 2.058.000, яғни 490-ды көбейтеміз 12-ге, бөлеміз 12-ге, көбейтеміз 4,2-ге, зейнетақы жарнасына 10% ұсталынады, және қолға тиетіні 1.852.200 теңге. Егер айырмашылығын есептесек, онда түскені және жаратылғаны арасында 1.415.400 теңге болып есептеледі екен. Бірақ егер мысалы қаңтардың басынан бастап аударылып жатса, шілдеге дейін, онда және шілдеде дарадавойға шығатын болса, онда жарты төлем былтырғы есеппен есептеледі. Егер сізде жеке кәсіпкер ретінде 22 жылы шілдеде ашылсаңыздар, онда жарты төлемдер былтырғы көрсеткіштер бойынша, ал жарты төлем биылғы көрсеткіш бойынша есептеледі. Сонымен осындай кестелерді қарастырдық. Енді тағы бір мәселе, биылғы жылы 23 жылы 1 шілдеден бастап әлеуметтік кодекс енгізіледі деген проект, яғни жоба бар. Бұл проект бойынша, жоба бойынша әлеуметтік аударымдар, жеке табыс салығы, әлеуметтік салық және де міндетті зейнетақы жарнасы тапқан табыстан есептеледі деген, есептелу тиіс деген өзгерту болады. Яғни әлеуметтік салық, жеке табыс салығы және әлеуметтік аударымдар онсызда да тапқан табыстан есептеліп жатыр. Ал 1 шілдеге дейін жеңілдік бар, яғни міндетті зейнетақы жарнасын минималды жалақы мөлшерінен есептеуге болады. Бірақ 1 шілдеде егер әлеуметтік кодекс заңды түрде жүзеге енсе, яғни заң түрде қабылданса, онда мына жерге де 490.000 деп қою тиіс боламыз, және де себебі бұл жағдайда 1 шілдеден минимал жалақы мөлшерден зейнетақы жарнасын есептеуге тыйым салынады, тек қана тапқан табысынан есептеледі. Яғни зейнетақы жарнасы да, әлеуметтік аударым да, жеке табыс салығы да және әлеуметтік салық да барлықтары табыстан есептелу керек болады. Бұл жағдайда міндетті зейнетақы жарнасы 49.000-ды құрайды, және қалған көрсеткіштер де солай қалады. Бірақ бір ай аралығындағы төленетін сома көбейеді, 78.400 теңге болып есептеледі. Егер алдыңғы 1 шілдеге дейін төлемдермен есептесек, айырмашылығы 36.400-ден 48.400, 42.000 теңгеге артық екен. Бірақ бұл жағдайда да ешқалай ұтылмайсыздар, бәрібір таза түседі. Мысалы 6 ай аралығында төлесеңіздер, тек қана төлемдеріңіз артығымен төлейсіздер. Қолға дарадавой алатыныңыз дәл сол сома қалады, 926.100, тек қана айырмашылығы кемдеу болып шығады. Мына сомадан егер салған ақшаңызды шегеретін болсақ, онда 455.700 теңге, бірақ бәрібір пайдада боласыз, яғни ешқандай ұтылмайсыздар. Сондықтан барлық әйелдерге осындай бір жақсы ниет, тіркеліңіздер кәсіпкер ретінде,
барлық амалдар жасаңыздар, фискалды чектерді ұрыңыздар, аймай төлемдерді жүргізіңіздер, және де мемлекеттен тиісті миллионды алыңыздар. Қош сау болыңыздар, келесі кездескенше.